Ассалаумағалейкум жекпе-жек сүйер қауымымызбен бірге Азамат. Және бүгін біз өткен апта болған барлық басты ақпараттар жайында сөз қозғайтын боламыз. UFC президенті Дана Уайт Шавкат Рахмоновты болашақ UFC жұлдызы және де чемпион ретінде санайды. Дамир Исмағұлов пен Жаслан Әкімжанның жекпе-жектерге қайта оралуы. Шавкаттың болашақ қарсыластарының бірі Йен Мачадагерейдің батырымыз Шавкат Рахмоновтың болашағы жайлы айтқан сөздері. Бокстан әлем чемпиондары Заген Бибосынов, Санжар Ташкенбай, Махмұд Сабырхан, Нұрбек Оралбай және барлық өңірден 250-ден астам боксшылар арасында өтетін 6-шы жазғы Спартакиада жарысы. Сұлтан Қазақ King Заурбектің жекпе-жегі және де кеше ғана өткен UFC 295 турнирі. Осы және де тағы да басқа қызыққа толы ақпараттар жайлы бүгінгі видеомызда сөз қозғайтын боламыз. Ал осы видео басталмас бұрын міндетті түрде лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесіде қай жауынгер туралы немесе қандай тақырыпқа видео шығарайық комментарийге жазып кетіңіздер. Және де UFC-ді тегін тікелей эфирде қарау үшін біздің Азамат ТМ Telegram арнамызға қосылыңыздар. Ал біз бастаймыз. Ең алдымен UFC 295 турнирі жайлы сөз қозғайық. Нью-Йорк қаласындағы атаңызға айналған Madison Square Garden аренасында өткен жекпе-жек кеші осы 2023 жылдың үздік UFC турнирі айналуы мүмкін. Себебі әр жекпе-жек қызыққа толы болып, уақытынан бұрын аяқталды. Мейн картта ашқан Диего Лопес қарсыласы Пэт Сабатинді бірінші раундта нокаутпен жеңді. Ал Бенуа Сен-Дени де Мэтт Фриволаны нокаутқа түсіріп, жеңіске жетті. Кейін Джессика Андраде өзінің үздік жекпе-жегін өткізіп қана қоймай, қарсыласы Маккензи Дёрнді қуалап жүріп, екінші раундта нокаутпен жеңді. Комейн ивентте екі нокаутер Томас Пинал мен Сергей Павлович ауыр салмақтағы уақытша чемпиондық белбеу үшін жекпе-жек өткізді. Барлығын бірінші раундта аяқтайтын жауынгерлері 1,5 минут ішінде жекпе-жекті аяқтады. Томас Пинал Сергей Павловичті нокаутқа түсіріп, UFC-дің ауыр салмақтағы уақытша чемпион атанды. Ендігі кезде Аспинал Джон Джонспен кездесуді жоспарлап отыр. Ал осы жекпе-жек кешін басқарған Иржи Прохаска мен Алекс Перейра UFC-дің жартылай ауыр салмақтағы чемпиондық белбеуін ойнатқан еді. Алғашқы раундта Прохаска өзін жақсы көрсетіп, раундты өз қоржынына қосты. Алайда екінші раундта Алекс Перейра өзінің сол жақ хукімен Прохасканы нокдаунға түсіріп, ары қарай техникалық нокаутпен жеңіп кетті. Дәл осылай Алекс Перейра UFC сапында 7 жекпе-жек өткізіп, екі салмақ дәрежесінде чемпион атанып отыр. Барлығы біткен соң UFC компаниясынан жауынгерлерге бонустар берілген болатын. Кеш жекпе-жегі Назым Садықов пен Вячеслав Борщев. Кештің үздік жауынгерлері Диего Лопес, Джессика Андраде, Томас Пинал, Алекс Перейра және де Бенуа Сен-Дени. UFC президенті Дана Уайт Шавкат Рахмоновты болашақ UFC жұлдыздары сапына қосты. Бізде Шавкат Рахмонов бар. Ол өте қауіпті жауынгер. Дәл қазір ең басты жұлдыздардың бірі атануы мүмкін. Сонымен қатар болашақ чемпионымыз. Дәл қазір ол жартылай орта салмақта 5-ші орында алып отыр. Тақырбас Дана Уайттың өзі біздің батырымыз Шавкат Рахмоновқа сенім артып отыр. Демек Шавкат келесі жекпе-жектен соң чемпиондық белбеу үшін Леон Эдвардс пен Колби Комингтон арасындағы жекпе-жектің жеңімпазымен кездесуі мүмкін. Қалай ойлайсыздар? Келесі жылы Шавкат жартылай орта салмақтың чемпионы бола ала ма? Өз ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Осы жағдай туралы UFC-дің жартылай орта салмағында 10-ші орында орналасқан Йен Мачадагерей былай деген еді. Леон Эдвардс жеңіске жетсе, келесі Шавкат Рахмонов немесе Белал Мұхаммед болады. Бұл екі жігіттің жақын арада титул үшін жекпе-жек өткізетініне сенімдімін. Келер жылы Шавкаттың UFC чемпион атануына үлкен мүмкіндік бар. Ал мен оны асыға күтемін. Бұны бірге жаттыққандықтан айтып отырмын. Біз бір-бірімізді жақсы білеміз деген болатын. Сонымен қатар болашақта Шавкат Рахмоновпен жекпе-жек өткізгісі келетінін жасырмады. Екеуміз спаррингтер өткіздік. Біздің жекпе-жек спаррингімізге байланысты көбірек күтілуде. 3 оқу-жаттығу жиынында бір-бірімізге көмектестік. Ол шынымен де дарынды, шын мәнінде жан-жақты дамыған керемет жауынгер. Өзімнің одан қандай артықшылығым бар екенін білемін. Ол да өзінің менен қандай артықшылығы бар екенін біледі. Болашақта ол чемпион болғанда жекпе-жек өткізсек керемет болар еді, деген болатын. Айтып кететін жайт, екі жауынгер де желтоқсанда өтетін UFC 296 турнирінде жекпе-жектерін өткізеді. Ал бұл турнир жартылай орта салмақ үшін маңыздылығы өте жоғары болмақ.
Дамир Исмағұлов келесі жекпе-жегін ресейлік ACA лигасының жеңіл салмақтағы гран-приіне өткізуі мүмкін. Дэви Рамосте әлі де қарсылас жоқ. Мүмкін ACA гран-приіне қатысайын ба? Не айтасыздар? Қазақтар үшін бұл лиганың титулын жеңіп алу ММА-да үлкен жетістік деп ойлаймын деген еді. UFC және Bellator промоушндарының бұрынғы жауынгері Дэви Рамос 8 бұрышта Ислам Махачев пен Арман Сорокян сынды мықтылармен жекпе-жек өткізген. Бразилиялық жауынгер былтыр өткен ACA гран-приінде қазақстандық Артем Резников пен 5 раундтық жекпе-жек өткізіп, төрешілердің бір ауыз шешіммен жеңілген. Дамирдің жекпе-жегі жайлы өз ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Қазақ ММА-сының жарық жұлдыздарының бірі Жасұлан Әкімжан 8 бұрышқа 6 желтоқсанда Астана қаласында өтетін Найза 55 турнирінде қайта оралады. Оған қарсы тұратын 23-15 рекордына ие француздық Джейсон Понет. Амазон самурайы лақабатымен танымал француз жауынгері М1, ACB, UAE Warriors, PFL және One Championship лигаларының жекпе-жектер өткізген. Батырымызға бұл жекпе-жекте сәттілік тілейміз. Қытайдағы қазақ жауынгері Тайлақ Нұражұлы Найзамен келісімшартқа отырды. 3 жекпе-жек жоспарланып, бірінші жекпе-жегі Найза 56 турнирінде болуы мүмкін. Тайлақ 77 кг салмақ дәрежесінде өнер көрсетеді. Road to UFC жарысынан мүдірмей өткен қазақ жауынгері UFC-ге шығуына бір қадам бар еді. Бірақ ол өзінің жас екенін ескеріп, UFC-ге толықтай дайын болып баруды шешіпті. Батырымызға тек сәттілік тілейміз. Асу Алмабаев Солтүстік Осетия елінде оқу-жаттығу жиындарын өткізуде. UFC-дегі екінші жекпе-жегінің қашан өтетіні және қарсыласының есімі әзірге белгісіз. Асу UFC-дегі бірінші жекпе-жегіне дайындығының алғашқы кезеңінде бапкері Эдуард Базровтың бастамасымен күресін шыңдау мақсатында Солтүстік Осетияда өткізген болатын. Айтып кететін жайт, Асу және Dart Team командасының бапкерлері 9 желтоқсан Қытай елінің Шанхай қаласында өтетін UFC Fight Night турнирін көздеп отыр. Бұйырса, жақын уақытта Асудың келесі жекпе-жегінің уақыты мен қарсыласы белгілі болады. 10 қараша Мәскеу қаласында өткен Fight Night 122 турнирінде қазақ батырымыз Сәбит Жүсіпов Вандерлей Джуниорды екінші раундта нокаутпен жеңіп, жеңілдеу салмақ дәрежесіндегі чемпиондық атағын сәтті қорғады. 2 сағат өткен соң Сұлтан Қазақ Кинг Заурбенг Англия еліндегі Брайтон қаласында өткен бокс кешінде аргентиналық Серхио Созаны 6 раундта техникалық нокаутпен жеңіп, WBO Global чемпион атанды. Қос чемпиондарымызды бұндай жетістіктермен шын жүректен құттықтаймыз. Шикарно попал справа сначала, а потом еще, пока бразилец не успел упасть, по-моему, 2 удара слева успел докинуться Беглесухов. Здесь правая зайдет, чисто в челюсть. Здесь буквально с закрытыми глазами падает. До Павела. 13-19 қараша аралығында Астанадағы Билайн Арена спорт кешенінде 4 жылда бір мәрте ұйымдастырылатын бокстан 6-шы жазғы спартакиада өтеді. Бұл жерде әлем чемпиондарымыз Сәкен Бейбосынов, Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Нұрбек Аралбай және де тағы да басқа боксшыларымыз жұдырықтасатын болады. Жекпе-жек олимпиадалық жүйе бойынша өтеді. Ерлер 13 салмақ бойынша жеңімпаздарды анықтайтын болады. Бокс бәсекесінің барлық жекпе-жектерін күндізгі 12:00-ден бастап Қазспорт телеарнасы тікелей эфирде көрсететін болады. Турнир жеңімпаздары алдағы уақытта өтетін ірі халықаралық жарыстарда ел намысын қорғайтын болады. Жанкүйерлер үшін кіру тегін. Барлық боксшыларға сәттілік. Басты жарақатсыз жекпе-жектер өтіп, шын мықты жеңіске жетсін. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Егер де сізге ұнаса, міндетті түрде лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесіде қай жауынгер туралы немесе қандай тақырыпқа видео шығарайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Және де біздің телеграм мен менің жеке инстаграм парақшама қосылыңыздар. Сіздермен бірге болған Азамат, сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.